Сәлеметсіздер ме 11-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 3-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Балалар, бұл бізде жаратылыстану және математика бағыты бойынша. Жалпы балалар, бізде 12 тапсырма берілген. Жалпы құрайтын балымыз 30 бал екен. Ал бірінші тапсырмадан бастап орындайық балалар. Бізде бірінші тапсырмада 2 тапсырма берілген екен. Бірінші тапсырмасы сфералық айна алдында тұрған май шамның кескінін алыңыз деген екен. Балалар, мына суретті ары қарай жалғастыруымыз керек. Ал екінші тапсырмасында алынған кескінді сипаттаңыз деген екен. Ал балалар, суретін салып, жауабын жазып қойды ма? Екінші тапсырмасын, бірінші тапсырмасы шамның бізде кескіні балалар кішірейтілген және төңкерілген болып тұр, иә? Мына бас фокусымыз, міне балалар, екінші жауабы шын, төңкерілген және кішірейтілген балалар. Ал екінші тапсырмамызда Гюйгенс принципінің көмегімен жарықтың жолындағы бөгеттің көлеңке жағынан өтуін түсіндіріңіз деген екен. Ал балалар, жауабын жазып қойдым. Толқындық фронт аймағының саңылауымен белгіленетін әрбір нүкте саңылаудың ернеуін айналдыратын екінші ретті толқындардың көзі болып табылады балалар. Осы толқындық фронттың барлық нүктелері толқындық фронт қозғалысы жағына қарай тарайтын екінші ретті сфералық толқындардың когерентті көздері болып табылады екен. Ал үшінші тапсырмамызда шыныдан жасалған жұқа жазық дөңес линзаны суреттегідей етіп сыну көрсеткіші 1,33 болатын суға батырылған дейді. Жұқа жазық дөңес линзаның қисықтық радиусы 12 см және оның салыстырмалы сыну көрсеткіші 1,166 дейді. Күннің кескіні линзадан қандай қашықтықта орналасатындығын анықтаңыз депті. Балалар, міне суретіміз берілген. Ал балалар, берілген жазып алдық. Енді қисықтық радиусымыз сантиметрмен берілген екен. Метрге айналдырайық. Сонда 0,12 метр болады. Енді өрнегіміз жазайық балалар. 1 бөлінген F тең болады N2 азайтылған N1 бөлінген N1 деген формуламыз көбейтілген 1 бөлінген R2 қосу 1 бөлінген R1. Балалар, бізде қашықтығымыз шексіздікке ұмтылғандықтан біздің жаңағы ара қашықтығымыз үлкен F-ке тең болады. Сонда балалар, бізде R2-мізді 0-ге тең деп аламыз. Сонда біздің өрнегіміз кіші F-міз тең болады екен. Сонда N1 көбейту R1 бөлінген N2 азайту N1 деген формуламыз қорытылып шығады екен балалар. Енді осы жерден балалар мәндерін қояйық. N1 бізде 1,33-ге тең, R1-міз 0,12 метрге тең, оны бөлеміз. N2 бізде 1,66 азайтылған 1,33. Ал есептейтін болсақ, балалар, бізде 0,484 метр шығады екен. Оны сантиметрге айналдыратын болсақ, 100-ге көбейтеміз, сонда 48,4 сантиметр болады екен. Сонда балалар, жауабымыз қашықтығымыз тең болады 48,4 сантиметр. Ал төртінші тапсырмамызда балалар, Эйнштейн Лоренц түрлендірулерін арнайы салыстырмалық теориясының негізі болған 2 постулат бойынша қорытып шығарған дейді. Осы 2 постулатты жазыңыз деген екен. Ал балалар, жауабын жазып қойдым. Бірінші, барлық инерциялық санақ жүйесінің бірдейлігі, ал екінші, вакуумдағы жарық жылдамдығының жарық көзі қозғалысына тәуелсіздігі балалар. Ал 5-ші тапсырмамыздың А тапсырмасына балалар, электромагниттік толқынның 3 қасиетін атаңыз депті, ал Б тапсырмасына төменде толық емес электромагниттік толқындар шкаласы бейнеленген дейді балалар. Мына А микротолқын, В, С ультракүлгін, Д гамма сәулесі дейді балалар. Енді тапсырмасы белгісіз электромагниттік сәулеленудің атауын жазыңыз депті. Мына А, В, С, Д түсіп қалған мына жердегі электромагниттік сәулелерді балалар жазуымыз керек екен. Ал балалар, жауабын жазып қойдым. А тапсырмасының жауабы 3 қасиет: шағылу, сыну, жұтылу, дифракция, интерференция, поляризация. Балалар, бұл жерде мен жалпы 6 қасиетін жазып қойдым. Ал Б тапсырмасына бізде түсіп қалған жаңағы электромагниттік сәулелерді жазуымыз керек еді. А нүктесіне балалар радио толқын, В-ға инфрақызыл сәуле, С-ға көрінетін жарық, Д-ға X сәуле немесе рентген сәулесін жазып қоямыз. Ал балалар, енді бізде 3-ші тапсырманың бірінші тапсырмасын, Б тапсырмасын, бірінші тапсырмасын жаздық. Екінші және 3-ші тапсырмасы бар екен. Балалар, екінші тапсырмасы электромагниттік сәулелену көптеген практикалық қолданысқа ие дейді. Төмендегі кестені сәйкестендіріңіз депті. Мына жерде балалар, электромагниттік сәулелену берілген және оның қолданысы берілген. Осыны сәйкестендіруіміз керек. Бірінші бізде гамма сәулесі беріліпті балалар. Гамма сәулесі бізде хирургиялық құралдарды залалсыздандыру. Мына жерде Л болу керек. Осыған алып барамыз. Міне осыған сәйкестендіреміз.
Келесі микротолқындар дейді. Микротолқындар балалар бізде жер серіктермен байланыс жасау үшін қажет деген міне. Ал үшінші ультракүлгін сәулесі бізде қауіпсіздік таңбасын көру үшін қолданылады екен балалар. Ал үшінші тапсырмасында X сәулесі қалай пайда болады дейді. Ал балалар толықтырып жазып қойдым. Енді бізде үшінші тапсырмасы қалып еді. X сәулесі жылдам электрондар кенеттен тежелгенде пайда болатын толқын ұзындығы өте қысқа электромагниттік сәулелер, рентген сәулелер болып табылады балалар. Бізде X сәулесі, яғни рентген сәулелер деп аталады. Екеу бір балалар. Ал алтыншы тапсырмамыздың А тапсырмасына калий үшін фотоэффект байқалатын жарықтың ең үлкен толқын ұзындығы беріліпті балалар. 6 көбейту оның -5 дәрежесі сантиметр дейді. Планк тұрақты жарық жылдамдығы, электронның массасы және заряды берілген электрондардың калийден шығу жұмысын анықтаңыз депті. Ал Б тапсырмасында калийден ыршып шыққан ең шапшаң электронды тежеу үшін 30 киловольт кернеу берілсе, ыршып шыққан электронның жылдамдығы қандай дейді. Ал балалар берілген жазып алдық. Енді бізде толқын ұзындығымыз бен кернеуіміз мына жерде өлшем бірлігін айналдыруымыз керек. Сантиметрде балалар оның -2 дәрежесі бар. Сонда -2-ні қосатын болсақ, 6 көбейту оның -7 дәрежесі метр болады. Ал килода оның 3 дәрежесі бар. Сонда 30 көбейту оның 3 дәрежесі вольт болады балалар. Енді А тапсырмасында бізде шығу жұмысын табыңдар деген. Шығу жұмысының формуласы балалар бізде H бөлінген лямбда деген формуламыз бар. Осыған салып шығу жұмысын табамыз. Планк тұрақтысы 6,62 көбейту оның -34 дәрежесі джоуль көбейтілген секундқа тең. Жарық жылдамдығы 3 көбейту оның 8 дәрежесі метр бөлінген секундқа тең. Оны бөлеміз 6 көбейту оның -7 дәрежесі метрге. Ал есептейтін болсақ, олар бізде шығады екен жоқ шамамен 3,2 көбейту оның -19 дәрежесі джоуль шығады екен. Яғни бұл шығу жұмысымыздың мәні. Ал Б тапсырмасында бізде балалар жылдамдықты табыңдар деген. EU тең mv квадрат деген формуламыз бар балалар. Бізде EU бізде жұмысты немесе кинетикалық энергиямызды, екеуі де балалар жұмыс пен кинетикалық энергияның формуласын бір-біріне теңестірген формула. Осыдан жылдамдықты түрлендіретін болсақ, бізде квадрат болған төрдің астына жібереміз. 2 мен EU'мыз бір-біріне көбейтіледі, бөлінген масса деген формуламыз шығады. Ал енді мәндерін қойып жылдамдықты есептейік. 2 көбейту заряд бізде 1,6 көбейту оның -19 дәрежесі кулон. Оны көбейтеміз. Кернеу бізде 30 көбейту оның 3 дәрежесі вольтқа тең. Енді бөлеміз оны. Масса бізде 9,1 көбейту оның -31 дәрежесі килограммға тең. Ал есептейтін болсақ, балалар бізде шығады екен. Түбір астында 10,54 шығады. Жоқ шамамен көбейту оның 31-ден балалар жоғары шыққан кезде плюс 31 болып шығады. Сонда 31-ге 3-ті қосамыз. 34-тен 19 алсақ, балалар плюс 15 дәреже қалады. Енді тақ дәрежеден балалар түбір астынан шығара алмаймыз. Сондықтан жұп дәрежеге келтіреміз. Яғни жұп дәрежеге келтіретін болсақ, балалар мына жерде бір дәрежені наған береміз. Яғни 10-ға көбейтеміз. Сонда 105,4 көбейту оның 14 дәрежесі болады. Сонда оны түбір астынан шығатын болсақ, балалар бізде жоқ шамамен шығады екен. 10,2 шығады. Ал дәрежесіне балалар жартысы шығады, яғни оның 7 дәрежесі метр бөлінген секунд шығады. Сонда балалар біздің жауабымыз А тапсырмасының жауабы шығу жұмысымыз 3,2 көбейту оның -19 дәрежесі джоуль шықты. Ал Б тапсырмасының жауабы жылдамдығымыз 10,2 көбейту оның 7 дәрежесі метр бөлінген секунд шығады екен. Ал 7-ші тапсырмамызда балалар 3 тапсырмасы бар екен. А тапсырмасына төмендегі бос орынды толтырыңыз депті. Ньютонның жарық табиғаты туралы ұсынған теориясы балалар бізде корпускулалық деп аталады. Ал Гюйгенс жарық табиғаты туралы ұсынған теориясы балалар бізде толқындық деп аталады екен. Ал Б тапсырмасында Гюйгенстің теориясын дәлелдейтін жарық қасиеттеріне 2 мысал келтіріңіз депті. Ал С тапсырмасында Ньютонның жарық туралы теориясының дұрыстығын қандай құбылыс дәлелдейді және оны кім ашқан дейді. Ал балалар жауабын жазып қойдым. А тапсырмасының жауабын айтып өттім. Ал Б тапсырмасында балалар мысалы дифракция, интерференция және тағы басқа мысалдарды келтіруге болады. Ал С тапсырмасында балалар бізде фотоэффект құбылысы деп аталады. Оны 1887 жылы Герц ашқан екен. Ал 8-ші тапсырмамызда толық жұтылған кванттың импульсы 3 көбейту оның -27 дәрежесі ньютон көбейтілген секунд болатын ультракүлгін сәуленің толық ұзындығы неге тең дейді балалар. Мына жерде толқын ұзындығы болу керек.
Ал балалар, берілген жазып алдым. Енді импульстың толқын ұзындыққа байланысты формуласын жазайық. H бөлінген толқын ұзындық деген формуламыз бар. Осыдан балалар, толқын ұзындығымызды түрлендіре алатын болсақ, Планк тұрақтысын импульстың мәніне бөледі екенбіз. Планк тұрақтысы бізде 6,62 көбейту 10-ның минус 34 дәрежесі джоуль көбейтілген секундқа тең. Ал импульсымыз бізде балалар 3 көбейту 10-ның минус 27 дәрежесі ньютон көбейтілген секундқа тең. Ал балалар, калькуляторға салып есептейтін болсақ, бізде жуық шамамен 2,21 шығады екен. Ал дәрежесін есептейік. 27 жоғарыға плюс болып шығады. Сонда балалар минус 34 плюс 27 минус 7 дәреже болады. Бізде метр болады өлшем бірлігі. Енді мына балалар минус 9-ға келтіретін болсақ, 221 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі метр деп жазып алсақ болады. Минус 9 дәреже бізде наноны береді. Сонда 221 нанометр шығады екен. Жауабымыз балалар, толқын ұзындығымыз 221 нанометрге тең екен. Ал 9-шы тапсырмамызда йод изотопының үлгісінің бастапқы массасы 40 грамм және оның изотопының жартылай ыдырау периоды 8 тәулік дейді. 80 тәуліктен кейінгі радиоактивті изотоптың қанша ядросы қалатындығын анықтаңыз деген екен. Ал балалар, берілген жазып алдық. Енді формуламызды жазайық. Балалар, дельта М тең болады. Балалар, бастапқы массамыздан азайтады дегенбіз соңғы массамызды. Ал соңғы массамызды балалар М тең М нолевой көбейту 2-ның минус Т бөлінген период деген формуласын тауып аламыз. Енді орнына қояйық. М нолевой балалар, мына жерде тәулікпен граммды айналдырмай қойсақ болады. Өйткені тәуліктер қазір бір-бірімен қысқарады. Жауабы граммен шығатын болғандықтан граммды айналдырмай қояйық. Ал М нолевой бізде 40 граммға тең. Көбейту 2 көбейту минус Т-ның мәні бізде 80 тәулікке тең. 80 тәулікті бөлеміз 8 тәулікке. Сонда балалар, бізде тәуліктер қысқарады. 80-ді 8-ге бөлетін болсақ, 40 грамм көбейту 2-ның минус 10 дәрежесі болады. Минус 10 дәреже деген сөз балалар, минустан құтылатын болсақ, 2-ні балалар 1-дің астына түсіреміз. Сонда 1 бөлінген 2-ның 10 дәрежесі болады. Сонда 40 грамм бөлшектің үстіне көбейтіледі. 2-ның 10 дәрежесі балалар, 2-ні өзі 10 рет көбейтетін болсақ, 1024 шығады екен. Яғни 40 граммды 1024-ке бөлетін болсақ, балалар, бізде 0,039 грамм шығады екен. Енді оны жоқтап, балалар, 0,4 грамм деп алсақ болады. Енді дельта М-імізді табатын болсақ, 40 граммнан азайтамыз 0,4 граммды. Сонда балалар, бізде шығады екен 39,196 грамм шығады екен. Сонда жауабымыз балалар, массамыз 39,196 граммға тең екен. Ал 10-шы тапсырмамызда америция элементінің ыдырауы үшін ядролық теңдеуін аяқтаңыз депті балалар. Мына жерде өрнегіміз толық берілмеген, сан мәндері бізде альфа ыдырауға ұшыраған екен. Ары қарай толықтырайық. Ал балалар, берілген жазып алдым. Бізде альфа ыдырау гелий атомы, яғни гелий атомы 4-2-ге тең балалар. Енді балалар, астын қосқан кезде мына астын мәні шығу керек. 93-ке 2-ні қосатын болсақ, балалар, бізде 95 шығады. Ал мұнда 4 нәтижедегі мәні 241-ден 4 азайтамыз болады. Сонда бізде үсті 237 шығады екен. Ал 11-ші тапсырмамызда ядродан босап шыққан электрон магнит өрісіне енген кездегі қозғалысын салып көрсетіңіз деген екен, балалар. Енді балалар, мына жерде магнит өрісіне енген кезде бізде бағыты жоғары қарай бағытталады екен, міне бағыты. Ал 12-ші тапсырмамызда нанотехнологиялардың қолданыс аясын сипаттап жазыңыз депті. Нанотехнология техникада, нанотехнология медицинада дейді. Ал балалар, жауабын жазып қойдым. Нанотехнология техникада сканерлейтін туннельді микроскоп, нанотүткішілер газы сақтауға қауіпсіз материал балалар. Өрт сөндірушілерге арналған ыңғайлы киімдер тігуде және тағы басқаларда қолданылады екен. Ал нанотехнология медицинада дәрілерді жасушаларға жеткізуге арналған мінсіз әдіс болып табылады екен. Жаңа технологиялардың арасында нанобөлшектер әртүрлі ауруларды емдеуге арналған ең көп тараған дәрілердің бірі. Инфрақызыл лазерінің жарығы тері арқылы өтіп, электрондардың резонансты тербелістерін тудыру арқылы наносфераларды қыздырады. Жоғары температура ісік жасушаларын өлтіреді, ал айналасындағы сау жасушаларды зақымданбайды екен балалар. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Түсінікті болса лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы оқуда сәттілік, сау болыңыздар.